Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Киім, сән, талғам бөлімі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі сән. 7-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Және мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Қазіргі сән туралы не білесің? Қазіргі сән өнерін бағындырған дизайнерлер кімдер? Осы ой түрткі сұрақтарына сабақ барысында жауап алатын боласыздар. Қазіргі кезде кез келген адамның өз қалауынша сәндік киінуіне мүмкіндігі бар. Тіге білетін және осы іске қызыққан адам өзіне ыңғайлы және сәнді бұйым тігіп кие алады. Алдымен мағынаны танып алайық. Сән. Француз, латын тілдерінде өлшем, әрекет тәсілі деген ұғымды білдіреді. Киім кию мәдениеті өмірдің әртүрлі сферасында жеке талғамның уақытша үстемдік етуі. Костюм. Француздың киім-кешек ұғымынан туындаған. Белгілі бір ұлттың, дәуірдің, әртүрлі қоғамдық топтардың тұрақты киім үлгісі. Киім үлгілерінің пішіндерінің алмасуы қоғаммен бірге өзгеретін әр дәуірдің эстетикалық идеялын, көркемдік бейнесін көрсетеді. Стиль. Латын сөзінен шыққан. Мәнер, сипат, ерекшелік. Сонымен қатар, стиль сол дәуірдің мәдениетін, сұлулық туралы түсінігін, қоршаған ортаға қарым-қатынасын көрсететін тұрақты, анық, ерекшеленген дәуір тілі. Киімде бірнеше классикалық, спорттық, романтикалық, фольклорлық стильдер болады. Классикалық стиль келісті, іскерлі, элегантты салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге онша беріле бермейтін киім түрлері кіреді. Оның негізгі белгілері форманың тұрақтылығы, адамды іскер, ұстамды етіп көрсету, мінсіздігі, қолайлылығы және беріктігі. Ерлердің классикалық киімдері: костюм шалбар, немесе тек шалбардың өзі, жакет костюм, ағылшын пальтосы, плащ жатады. Ал әйел адамдардың классикалық киімдеріне жеңді көйлек жакетімен, белдемше, блузка немесе жакет, шалбар мен жакет жейде кіреді. Қазіргі кезде классикалық киімдер аясы ерлер үшін де, әйелдер үшін де трикотаж күртешелердің ештеңеге міндеттемейтін еркін түрлерінің енуіне байланысты біршама кеңеюде. Әйелдер киімінің құрамына ерлер пиджагы, жейдесі, шалбары түпкілікті енді. Классикалық киім қимылға кедергі келтірмейді, ыңғайлы, нәзік реңкті немесе ұсақ суретті жоғары сапалы мата. Түстері қатты ашық емес және нәзік. Аксессуарлары мен әшекейлері ұстамды, орташа өкшелі немесе өкшесіз жайпақ аяқ киімдер. Спорттық стиль. Демалыста, спортпен айналысқанда, саяхатқа шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Жалпы спорттық стильдегі киімдерде адам өзін еркін әрі ыңғайлы сезінеді. Романтикалық стиль. Әдемі, ерекшелік, сүйкімділік немесе нәзіктікті әдеттегіден тыс бөліп көрсетеді. Романтикалық стильдің ерекшелігі қатпарлар, желбіреушелер, шілтерлер, банттар жиынтығынан тұрады. Қазақ халқы үшін ең негізгі стиль фольклорлық стиль. Ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдер. Оны этникалық стиль деп те атайды. Бұл стильде ұлттық ою-өрнектер, кестелер, қол жұмысының көптеген элементтері
кеңінен пайдаланылады. Балалар, Қазақстандағы ең танымал дизайнерлерді білесіздер ме? Әрине, олар Аида Кауменова, Құралай Нұрқаділова, Наиль Байкучуков, Динара Сәтжан, Салта Баймұхамедова және де күні кеше ғана бақилық болған Берік Исмаилов. Қазақстанның қазіргі сәнгер дизайнерлері ұлттық киімдердің дәстүрлерін сақтап дамытуда. Көненің құндылықтарын біздің заманымызға жеткізуге тырысады. Қазіргі заман жеткіншектері өзінің тұрмыстық киім стилін, өзінің таза көрінісін сирек қолданады. Олардың киім үлгілері көңіл күйді көтеріңкі етіп көрсететін қанық түстермен және спорттық, фольклорлық еркін стилде болуымен сипатталады. Осы орайда көбінесе стильдердің араласуы кездесіп отырады. Бұл құбылыс эклектика деп аталады. Балалар, сіздер қазіргі сән үлгілерінен көптеген ақпарат алды деген ойдамын. Олай болса, сабағымызды тапсырмалармен жалғастырайық. Оқулықтарыңыздың 33-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар салыңыздар. Тыңдалым мәтіні. Жастар киімі деп аталатын мәтінді үнтаспадан тыңда. Шетелдік сән атауларын есіңе сақта. Адамдардың жасына қарай киіну стилі де өзгереді. 14 пен 20 жас аралығы өмірде өз талғамын, өз стилін іздейтін уақыт. Бұл жаста өзіне ұнағанын киіп, бір стиль мен екінші бір стильдегі киімді үйлестіріп кие береді. Сәнге айналған алқаны мойнына асып алып, аяғына ашық түсті не тізесіне дейін шұлық киюі де мүмкін. 20 ғасырда сән мен костюмге айтарлықтай әсер еткен ағым эклектизм болды. Эклектиканың басты белгісі стильдер қосындысы. Мысалы, романтикалық және спорттық стильдің үйлесімді байланысы. Әлемдік сән мінбесіне жібек, табиғи тері және жұқа шифон, қамқа мен қарапайым ағылшын твидінің модельдері көтерілді. Жаңа стильдердің пайда болуы мен қарқынды дамуына қарамастан, классикалық стиль бұрынғыша маңызын сақтап қалды. Классикалық стильге ағылшын стилін, Шанель, джинсылық, кантри, теңізші стильдерін жатқызуға болады. Келесі орындалатын тапсырма 34-ші беттегі 3-ші тапсырма. Жаңағы тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жастардың өз стилін іздейтін уақыт қай кез? Кез келген стиль мен екінші бір стильді үйлестіріп кию деген не? Эклектикалық стильдің басты белгісі не? Классикалық стильге қандай стильдер жатады? Келесі орындалар тапсырма, 5-ші тапсырма. Берілген мәтінді диалогке айналдыр. Менің жасым 11-де. Мен сәнді киінгенді жақсы көремін. Ал менің анам педагог. Оған классикалық стиль ұнайды. Менің көршім егде кісі. Ол басына орамал тартады. Үстіне мол пішілген қамзол киеді. Кең етек, ұзын көйлегі өзіне жарасып тұрады. Тыңдаймыз. Бүгінгі сабақта сіздер қазіргі сән үлгілерімен, жаңа атаулармен, киім стильдерімен, қазақстандық дизайнерлермен таныстыңыздар. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, жай мәтінді диалогты мәтінге айналдыруды үйрендіңіздер.